Ей, Берек! Жігіт болсаң шық жекпе-жекке. Мен сенің басыңды алуға келдім. Ой, қорқып қалдым. Қорықпасаң, шық бермен. Сен бе менің басымды алуға келген? Кімсің ай өзің? Мен қазақтың хас батыры Мұхтар. Сені ел ішінде әлсіздерге күн көрсетпейді деседі. Мықты болсаң қане көрейік күшіңді. Шық жекпе-жекке! Алғашында Мұхтар екеуміз 9 ай тек хат алмасып қана жүрдік. Иә, қағаз қаламмен. Солай менің мүлде көрмеген адам жаныма жақын болды. Қорқыныш. Мүмкін ол мен елестеткен адам емес. Мені де ол басқаша елестеткен болар. Сондықтан кездесетін күні мен әрдайым ауырып қалатынмын. Бірақ бір күні Мұхтардың мына тәтті сөзі ойымды өзгертті. Сенің сұлулығыңды көздерім емес, махаббатым көрсетеді. Сәлем. Сіз жұлдызсыз ба? Иә, мен жұлдызым. Сіз Мұхтарсыз ба? Иә, мен Мұхтармын. Қуаныштымын. Жүріңіз. Киноға, театрға бір жерге барайық. Жүріңіз. Ей, жұлдыз, бері кел, жігітің сынақтан өтті. Молодец. Біз солай үлкендердің келісімімен шаңырақ көтеріп отау құрдық. Мұхтарға деген махаббатым мені нағыз бақытқа жетеледі. Мен өз жарымды бағалаймын. Менің жаным онымен бір. Мұға сәлем. Сәлем. Мен құртым қайда? Ұмытып кеттім. Ертең алып келем. Ертең сол. Ертең алып келем. Қортын ертең алып келем. Осылай бақытқа толы күндерім тізбектеле берді. Мұхтарға жұмысында маңызды тапсырмалар жүктеліп, беделі арта түсті. Ал мен бала күтуде едім. Бірақ тағдыр сынағы бізді айналып өткен жоқ. Жоқ, ол бұл мәселе олай тез арада шешілетін мәселе емес. Оны отырып біраз ақылдасу керек. Қазір тұра тұрыңыз. Жоқ, жарайды, мен біраздан кейін хабарласайыншы. Әмин, соғып отырмын ғой, кеттім мен жұмысқа. Бүгін қаншада келесіз? 8-де келем. Ал сауыттегі сіздің мына анализдеріңіз бізге келді. Онда мынау сіздің анализдеріңіз бойынша бұл біздің қолымызда тұрған жоқ, оның бәрі бір Құдайдың қолында тұр. Сондықтан басқа айтарым жоқ мен. Жұлдыз? Осылай болған үшін мен кешірші. Мен маңдайыма осылай жазылған. Екеуміздің жолымыз бір емес. Мен сияқты ер сен қасында да болмау керек.
ал сен артынан ұрпақ қалдыруың керек. Екеуміздің арамыздағы махаббат, сезім бәрі уақытша нәрсе. Қараш Мұхтар, мен сен 40-50 жасқа дейін бақып қағарым, бірақ одан кейінше. Сол үшін бүгінгі күнді ойламай, ертеңімізді де ойлайық, Мұхтар. Үйлене салу, ажыраса салу, бір-бірін ұмыта салу. Қалай сонда? Жұлдыз, қазір ештеңе айта алмаймыз. Ашық болмаған жоқ, кірейікші. Кіре бер. Мынаның бәрін ала берейін ба? Осы бала-шағаның заттары бітпейді екен. Ақшаның бәрін соған жеріп жатырмын. Не істеп жатсыңдар ақшаны? Бір даже жаңа киім алған жоқпын өзіме. Маған керек па сендердің жұмыстарың? Өздері неге істемейсіңдер? Шаршап кеттім мен уже. Маған көмектесіп жіберші. Қолым бос емес қазір. Жақсы, жолғам сәтті. Қолың енді босады ма? Жүр, тоқтама. Суды алып бер, Жұлдыз. Сен қой. Мұхтар, айналаға қараш, мұнда жерде бір тал жоқ. Тал өспейді бұл жерде. Ал біз әкеліп көшетті отырғыздық. Егерде бұл көшет тамырын жайып, ағашқа айналып гүлдесе, онда біздің де болашағымыздан күтетін үмітіміз зор. Біздің де бала-шағамыз болар, Жұлдыз. Түсінесің бе? Ал егерде бұл көшет қурап өліп қалса, онда екеуміздің ажырасатынымыз сөзсіз. Сондықтан да бүгін біздің бұл көшетке соңғы рет су құюымыз. Дәл 3 айдан кейін осы жерге келіп көреміз не болады.
404-449. Ақшам бітіп қапты. Әжетпеңші. Бұлбұл құс сайраса есің ал, өмірдің сырласу кеші бар.